Бірінші сұрақ. Сіз қайда тұрғыңыз келеді және кіммен тұрғыңыз келетін еді? Қайда тұрғыңыз келеді және кіммен тұрғыңыз келеді? Мысалы, басқа елде, басқа жерде тұрғылықты жайыңызда, ауылда, қалада, отбасыңызбен, күйеуіңізбен, или баламен, или қалай? Мысалы, қалай айтатын едіңіз? Басқа елде емес, только Шымкентте. Шымкент жақсы, ұнайды. Өйткені Алматыға барғанда да қарадым ғой, бәрі ескі қала, бәрі Шымкентте емес екен. Алматыға бармағалы біраз жыл болған еді ғой, негізі. Алдан оқып жүрген кездерде. Почти сол кездегіден қалған сияқты да, ешқандай емес. Шымкентке жетпей деген шын айтқанда, әрине отбасымменен қызық сұрақ қойдың. Жарайды. Екінші сұрақ. Сіз адам бойындағы қандай қабілетті ерекше бағалайтын едіңіз? Адам бойындағы... Қойшы, қиын сұрақ қойып отырсың, қойшы. Жоқ, ойлана берсеңізші, сіз кетіп бара жатып бір нәрсе айтқан жоқ, просто ойланыңыз. Мысалы, өзіңіз іште ойланыңыз да, осындай қасиетін бағалайтын едім. Қандай қасиетін бағалайтын? Негізі шынайылықты бағалаймын, негізі. Шынайылықты, мысалы. Шынайы болса, өтірік айтпаса, шынайы болғанда, қағез солай сөйлейді, қағез солай ойлайды, солай ғой, жаңағыдай бетіңе бірдеңкені айтып, артынан бірдеңкені ойлап тұрып деген сияқты емес. Қағез өзім солай болғаннан кейін не ойлаймын, соны айта саламын. Мысалы, ойымда бар, мысалы, ренжіп қалады, болмаса дұрыс емес ау демеймін, өзім ойымда қалай бар, қағез соны айтамын да. Сол сияқты адамдарды да сол шынайылықты жақсы көремін, негізі. Ал егер сатқындық болған жағдайда қалай еститін едіңіз? Мысалы, енді Құдай сақтасын, бірақ өзіңіз сенген адам, таныс, коллегаңыз болсын, досыңыз болсын, сатқындық бірдеңке болса, оған деген көзқарасыңыз қалай болады? Одан кейін мүлдем араласпай кететін едіңіз? Араласпай кетесің, әрине. Араласуға тура келетін жағдайлар болып жатса да, бірақ бұрынғыдай өзі көңілің болмайды да, өзі уже. Бұрынғыдай араласа беруі мүмкін, бірақ от души болмайды да бәрібір. Түсінікті. Так, сіз осы таңдаған мамандығыңызға өкінбейсіз ба? Қазіргі жұмыс жасап жатқан мамандығыңыз. Қаншалықты сіз үшін бұл мамандығыңыз маңызды? Маңызды болғанда, мысалы, балалармен жұмыс істеу, біріншіден балаларды жақсы көремін ғой, негізі. Негізі балалармен жұмыс жасаған жақсы көремін. Содан кейін де мүмкін нәтиже шығатын шығар деп ойлап отырмын да. Нәтиже шығарымның бірден бір жаңағыдай несі сол. Содан кейін нәтиже шығара аламын деп ойлаймын. Егер баланы жақсы көрмесең, баланы түсінбесең, оны үйрете алмайсың да, нәтижеде шығара алмайсың. Просто сол балаға деген махаббатпенен менің мамандығым бір-біріне тікелей байланысты да бір-біріменен. Кейбір мұғалімдер болады ғой, мысалы сабақ береді, бар ынтасымен берсе де балаға қатты жеткізе алмайды. Оларға не деп айтатын едіңіз? Мысалы, қанша үйреткісі келіп үйретсе де, бірақ балаларға жеткізе алмайды, балалардан нәтиже шықпай жататын бұл мұғалімдерге не деп айтатын едіңіз? Болады ғой, кейде мұғалім барынша жұмыс жасайды, бірақ кейде балаға жеткізе алмайды. Бірақ ол енді жаңа баланы жақсы көрмегендіктен, я болмаса білімнің аздығынан емес, я болмаса өзінің білімін, еңбегін аяп қалды деген сөз емес, ол енді кейде баланың қабылдауына да байланысты. Сыныпта мысалы болмағанда 3 деңгей болады. Әр бала әртүрлі қабылдайды. Ол дегеніміз әр балаға әртүрлі подход жасаймыз, орысша айтқан кезде. Әр бала жеке тұлға деп қарап, жеке әрқайсының өзінің деңгейіне қарап жұмыс істегенде ғана біз олардан нәтиже шығарамыз. Ал бірақ мұғалімдер мысалы еңбегінің жартысын аяп қалды, уақытысын қиды деген сөз емес. Просто кейде соны ғана ескеруіміз керек. Әр бала жеке тұлға, жеке тұлғамен әрқайсымен біз жеке подход жасауымыз керек. Яғни соның ыңғайына қарап жұмыс жасағанда ғана нәтиже ала аламыз. Сұрағыңыз көп пе әлі, ханым? Иә, бар кішкене. Егер осы мамандық болмаған жағдайда, бұл мамандықты таңдау жоқ деп есептеңіз. Енді шүкір осы мамандықты істеп жатсыз, өзіңіздің сүйікті мамандығыңыз. Болмаған жағдайда қандай мамандықты істейтін едіңіз? Басқа бір вариантта мамандық бар ма? Вариантта ондайды ойлап көрмеппін, шын айтқанда. Өзіңізді елестетіп көріңізші, басқа жағынан, қай жағынан қарасақ болады? Может, тігінші болатын едіңіз. Мысалы, мен тігіншілікке қатты бүйтіп берілмеймін, бірақ аспаздық, может, аспаз болып кететін болады, может, шаштараз болатын. Ал сіз өзіңізді қалай елестетесіз?
басқа сала мүмкін офисте ма қалай или бір бизнес-вумен боламын дейтін бе едіңіз? Өзіңіз елестетіп көріңіз. Бизнесті точно білмедім, аспазшыны да точно білмедім. Менде не осындай кішкене ораторлық қасиет бар ғой. Мен өзім мысалы білгенімді мен 2 есе 3 еселеп жеткізе аламын. Кез келген адамға, мысалы оқушыларға да солай нәтиже жеткізе аламын да, мен өзім кішкене нәрсе білуім мүмкін, бірақ оны 10 еселеп 100 еселеп балаға жеткізе аламын да, мысалы. Яғни ойымдағыны ашық, еркін, нақты жеткізе аламын тыңдаушыға. Мүмкін сондай бір жандай. Сіздер жұмыста болатын едіңіз. Сондай, ал бірақ жаңа аспазшы, оны шыдамды шаштараз дегенде. Дәмді тамақтарды жақсы көремін жегенді. Пісіруге дегенде бірақ пісіруге. Ал тігіншіге шешем марқұм дүниеден озып кеткенше почти тігінші болды, яғни құрақ құрайтын, майда құрақ жасайтын. Қарап отырып ішім пысып кететін. Не деген шыдамдылық деп шешемнен солай сұрақ қоятын. Сөйтсем айтатын еді. Демалыңызшы дейтін едік та, біз өзі жоқ, мен машинаға отырған кезде демаламын дейтін. Яғни тігіп отырып мен демаламын дейтін. Шаршадыңыз деп біз жанымыз ашитын. Отырып, сөйтсек, ол өзінің сүйіктісімен айналысқан кез, керісінше оған демалыс болғанда, ал біз ойлайтын ұзақ уақыт машинада отырып шаршап қалды деп ойлайтынбыз, жоқ дейтін. Бізге ана кейде майда құрақтарды қақтыратын, мен оған шыдамым жетпейтін майда нәрсеге. Мен оны емес, білген тарс айтып жеткізіп, үйреткен оңайырақ та маған. Мен өзім жасаған емес, үйреткен оңай да маған. Ақыл айтқан оңай да. Бұлайша айтқанда ақыл айтқан жақсы көрем да, үйреткен жақсы көрем. Бірақ оны қолмен жұмыс жасау, жаңағыдай қол өнерге шын айтқанда жоқтауым мен. Бірақ білімге іздене берем. Әсіресе математиканы іздене берем. Кейде кез-келген кезде Инстаграм қарап отырсың, ютубқа кірген кезде кейбір түсініксіз есептер шығып қалса алдымнан, ол нешінші сыныптың есебі деп қарамаймын, соны үйренгенше іздене берем. Маған сол қызық. Соны анан шешім таппай қоймаймын да, шешімін тауып алған екен, қалай оңай үйретсе болады деп сол жағын іздеп кетем. О жағынан ерінбеймін бірақ жаңағындай не дейді анау тігіншілік деп отырсың ғой. Болды ғой кезінде. Енем тігіншілікке де жіберді, тігіншілік оқуға да. Негізі онша-мұнша икемде бар еді, бірақ икем болған басқа екен да, ол шыдамдықпен оны жұмыс жасаған мүлде басқа екен. Сол үшін маған тігісті айтпай қойыңдар, айналайын. Қуанасыз ба кішкене аспазшылыққа икем бар келін алғаныңызға? Ол жағын айта кетсеңіз. Жоқ, ол аспазшылыққа икемі, мысалы келінімнің қол өнері бәріне мен қуанамын, бірақ бірінші кезекте ол менің өзімнің дұғамның арқасында, Алладан мен солай дұға жасағам. Так что сен екеуі мен прямо шыққам десең. Мен Алладан дұға жасағам, жаңағы 10 саусағынан бал тамған, шаруаға да епті, дастарханы гүлдей жайнап тұратын. Мен жұмыстан келген кезде келінімді жұмыстан келем дегенше сағынып келетіндей келін болсын деп, яғни соның ішіне бәрін сияды. Егер де ойыңнан шықпаса келіннің, не за что, мүмкін даже үйіңе келін келмей кететін шығар, может, Құдай ондайдан сақтасын. Я дұғамның өзі солай болған. Так что мен өзім дұға жасағам. Келінім сондай болсын, аспаз болсын, 5 саусағынан 10 саусағынан бал тамған, шырын тамақтар дайындайтын, дастархан қашан қарсаң жайнап тұратын, барды 10 еселеп құлпыртып жасайтын келін болсын деп. Так что ол менің өзім дұғамның арқасында. Маған түрлі сұрақ қойын деп тұрған бұл келін, қызық болсын. Көп ойларын біліп алмақшысың ғой. Жоқ, енді по идее постоянно сіздерде нормальный отношение болды, ашық. Сондықтан бір нәрседе бір өзімді сізден андай жасырып ондай нәрсе деп ойлап жатқан жоқпын. Барлығы кәдесіз болатынын сенімдімін. Так, сұрақ. Енді балалық күннің ең бақытты естелігі деп нені айтар едіңіз? Есіңізге салып көріңізші балалық шағыңыздың сол кездегі бір бақытты күн ба, бақытты сәт ба, болады ғой, бір туған күні болады біреудің, жақсы тойланған, немесе біреудің туған күнінде болған бір сәт болады, есте көріңіз, отбасыңызбен болған немесе. Енді балалық кезінде көп қой енді есте болған нәрселер.
сол отбасымызбен бірге жүрген күндердің бәрі де жақсы қызық естеліктер. Мен әсіресе көбінесе қуанатыным, есімде қалатын естеліктердің бірі деп или жалпыламасы әкеміз бен шешеміздің берген тәрбиесі. Яғни анамыздың әкемізге жасаған құрметі, сыйы. Олай дейтінім, әкеміз жұмыстан келген кезде қабағына қарап, егер де күліп келе жатырса, онда бәріміз кәдес жүретінік спокойно. А если әкеміз кішкене шаршап келе жатқан болса, анамыз сөйлемейтін, даже басымен былай бүйтетін, біз жоқ болатынбыз анамыздың қасында. Бір уақытта барып, уже жұмыстан келгендерін айтып, жұмыста мүмкін қиындықтар болған шығар, кішкене ер азамат через желудок дейді ғой, мүмкін қарын тойып, әлденгеннен кейін барып, көңілденгеннен кейін барып, бізді еркелетіп шақыра бастайтын. Әкем марқұм 52 жасында қайтыс болды. Ол кезде мен екінші балама, яғни сіздің жігітіңізге аяғым ауыр кезде дүние салды. Мен 23 августте, 17 августте босансам, ол кісі 26 шілдеде қайтыс болды. Бір айға жақын уақытта ай күніме жетіп отырғанда өте үлкен удар болды әрине. Бірақ бәрі Алла тағаланың ісі, біз оған ешқандай күпірлік жасамауымыз керек, тек шүкір деп. Бірақ бір қуанатыным, сол жастың өзінде, мысалы 52 жаста, қазір мен 51 жасымда, мен аса көп нәрсе тындырдым деп айта алмаймын да, мысалы. Бірақ сол 52 жасында әкеміз өте көп адамға саяз түскен, көмегі тиген, көп жерге танымал болған, өйткені ол ауданға белгілі жоғары үлкен математик болған негізі. Өмірдің соңғы кездерінде енді мектеп саласына шығып, мүмкін нагрузка болған шығар, кішкене денсаулығы өзі қан қысымы өте жоғары еді негізі ол кісінің. Үнемі күтеммен, анамыздың күтімімен жүретін. Өмірдің соңғы жылдары ғана кішкене басқа салаға ауысқаны болмаса, сол кездің өзінде де сол мектептегі емтихандар, ол кезде емтихандардың есептерінде конвертпен келетін еді. Сол емтиханға кіретін кезде конверт ашылып, сол оқушыларға таратылатын еді. Сол мектептерге келген конверттердегі есептерді даже сол мектеп саласына шығып кетсе де, солардың есебін шығарып жүретін. Сондай танымал кісі болған. Сол 52 жасында да жаңағындай біраз танымалдылық өте көп. Папаңыздың өзі сондай математик болған. Әкемнің өзі. Сонда сол кісіден дарыды деп ойлаймын. Содан дарыды деп ойлаймын. Өйткені көбінесе даже өзіміздің туған туысқандарда өзің хабарың бар. Бұндай дәрежеге жетуіңізге курс оқыдыңыз ба, или қандай деген сияқты. Көп сұрақтар болады. Көп сұрақтар, иә. Дәл осындай, мысалы, мұғалім үйретуге дейін, оқушы үйретуден, оқушыдан қандай нәтиже шығарып жатырыз, тіпті мұғалімдерді математикаға үйретіп жатырыз, қай жерден үйрендіңіз, курс оқыдыңыз ба, кімнен оқыдыңыз деген сияқты, даже өзіміздің туған туысқандардан да сондай сұрақтар болып жатыр. Былайша айтқанда, оның бәрі фундамент деп ойлаймын. Фундамент мықты қаланса, мысалы, біздің өзіміздің бастаушыда көбінесе ескертетініміз ғой, баланың фундаменті мықты қаланса, үйдің фундаменті қалай мықты қаланса, іргетасы ары қарап шатырына дейін мықты болады. Сол сияқты бастауыштың іргетасы бірінші сынып, ал бүкіл білімнің іргетасы, яғни бастауышта қаланатын сияқты. Менде де солай өзім фундаменті мықты болған. Бірақ енді әкеміз бүйтіп особо бүйтіп отырып үйретті деп айта алмаймын. Бірақ қиын түсінбеген жерлерімізден көмек сұрайтынбыз. Сол кезде кәдімгідей жалпақ тілменен бір түсіндіретін, ол сұрақтан біз қайтып бізде мәселе туындамайтын. Бірақ негізі жаңағыдай ген арқылы беріледі дейді ғой, солай арқылы берілді деп есептеймін. Өйткені сол фундамент қазір жаңа өткенде сұрақта өткенде туыстарымыз сұрады дегенде айтып жатыр ғой. Фундамент деп айтасыз, бірақ ол кездегі бастауыш пен қазіргі бастауыш салыстыруға келмейді. Дұрыс айтасыздар. Қазіргі бастауыш бұрынғы 7-8 тіпті сыныптардағыға дейін қазір еніп кеткен. Уже 4 сыныптарда не деген программа, мысалы, жиын, ішкі жиындар бірінші сыныпта өтіп отырғаннан кейін, өздеріңіз ойлай беріңіз, бірінші сыныпқа баланы біз қандай дайын қылуымыз керек деген сияқты да. Сол сияқты бәрібір балада фундамент болса, мен келсем, мысалы, ол кезде фундамент, бастауыш сыныптың фундаменті менен қазіргі білімні салыстыруға келмейді. Ол кездегі мен тіптен теңдеудің өзі мен бастауыш сыныптың қай сыныпта өткеніміз есімізде жоқ. Бірақ бәрі фундамент мықты болғаннан кейін кез келген жерде бала алып шыға алады. Тағы да сұрағыңыз бар ма, ханым? Мысалы, жаңағы фундамент деп жатсыз ғой. Мысалы, енді
кейбір мұғалімдер бар ғой, егер әке шешесі немесе ата бабасында жоқ сондай математик емес мұғалімдер болса, олар енді бір 10 жылдық опыт бір жедап үйренеді. Олар дальше тағы да сіздің дәрежеңізге жетерліктей білім алуға қалай ізденуге болады ол кісілерге? Мысалы, олар да мұғалім болғысы келеді, математиканы жақсы білгісі келеді. Ол кезде қалай ізденісте болуына сіз айтатын едіңіз, қандай негізі мысалы жаңа айтып отырмын ғой, кез келген есептерді көрген кезде мысалы мен іздене беремін. Ол мен бастаушыма керек па, керек емес па, тіптен логикаларды көрсем де соны кейде өзің де білесің ғой, түн ішіне дейін отырып соны іздеп, былай іздеймін. Өйткені Аллаға шүкір, кейде мұғалімдер хабарласып жатыр, тестке кірейін деп жатыр едім, болмаса ертең осындай сабақта мына бір есеп түсінбей жатырмын деген сияқты кейде көмек сұрап жатады. Оған әрине қуанамын, өйткені жандай айтады ғой, шаңның тозаңындай жақсылық жасасаң, оның өзі қандай сауабы бар. Білімнің тем более бір әріп үйреткенге 40 күн сәлем деген сияқты. Сондай сауапты да енді былайша айтқанда білім. Ал мұғалімдерде мысалы соның өзінде де мысалы мен біліп қойдым, толып қойдым демей, мысалы мен ізденемін, бірақ өзіміздің 4-ші сыныпқа дейінгі оқулықтардан іздемеймін. Енді оларға енді Аллаға шүкір енді жақсы меңгеріп қойған, бірақ кішкене басқа қиындау олимпиадаларда, жаңа самұрық болсын, кенгуру болсын, көп қой. Солардағы келетін есептерді ізденіп жатырмын да мен. Өйткені кез келген уақытта мысалы өткенде өзің көріп отырсың, алтын сақадағы есептерді ана жерден таптым, мына жерден таптым, сол жерден қалай балаға үйретіп, тіптен даже мектепте компьютерді ашып қойып, сол өзімде үздік оқушыларды жинап алып бірге талқыладық. Уже балалардан сұрап жатырмын да, бәрібір жаңа фундамент дегенге келеді ғой. Фундамент балаларымдікі мықты болғандықтан жаңағыдай кәдімгідей маған пікірлерін айтып жатыр да, мына жерде былай кішкене бағып беріп жіберіп, мынаны былай жасасақ болады деген сияқты өздерінің ойын айтып жатыр да, компьютерден ашып қойып кәдімгідей. Енді бізде мектепте өте жағдай жақсы жасалынған ғой, әр сыныпта не тұр, компьютер тұр, не тұр, панель тұр, кешке дейін, қала кешке дейін, түнімен жұмыс жасайсың ба, ешқандай шектеу жоқ. Бізге басында ол панель келмей тұрған кезде мысалы айтылды, сәнге алынған жоқ, бала үйрену керек, бұзып қояды деп, баланы шектемеңдер деп. Соның өзі бізге үлкен жаңа былайша айтқанда сенімділік білдірді. Егер де жауап бересіңдер, құртып қойсаңдар дейтіндей болса, мысалы мүмкін біз қорғар едік. Даже тіпті қазір мен балаларыма компьютерді, панельді қалай қосамыз, қай программа қалай кіреміз, мен үйретіп қойғам. Өйткені мен жоқ кезде, кейде былай жинасқа кетіп қалған сиямыз, кейде енді ұзақ жерден қатынап жатқан соң, кейде жұмыстан 5 минут, 10 минут кешігіп қалатын да жағдайларым болады. Әрине, оның бәрін басшылыққа ескертіп қойғам, әрине. Сондай кездерде балаларым өздері қосып программаларды уже тапсырмаларды жасай береді. Уже бәрі олар пайдаланып үйрену керек қой, қазіргі заман талабына сай болғаннан кейін. Ал бірақ жаңағыдай мұғалімдердің кейде ол өте орын сұрақ болып тұр. Негізі кейде мұғалімдер өздері айтып жатады, тіптен кейде материал түсінуіміз қиын болып жатыр. Болады ғой, жас мамандар болады. Кейде ұзақ уақыт жаңағыдай мектептен қол үзіп қалған мұғалімдер болады. Сырттай бітіріп келіп едім, бірақ осы мамандық ұнайды деген сияқты, жүрексініп жатырмын бәрібір мектепке баруға деген сияқты сұрақтар болып жатады да кейде. Кейде білесің ғой, түннің бір уақытына дейін кейде соны мен жауап беріп отырып қаламын. Маған қызық ол. Неге? Өйткені балаға үйренсем екен дейтін мұғалімдерге шын айтсам, ынта-шынтымен жауап бере беремін. Неге? Өйткені ол алған білімін балаға береді ғой. Бала біздің болашағымыз, еліміздің болашағы. Яғни алдымыздағы балаға біз ешқандай қиянат жасалмауымыз керек. Фундаменті біздің алдымызда өтіп жатырғаннан кейін біз сапалы дүние беруіміз керек та оған. Біз күшімізді, немізді аяп қалуымызға ешқандай болмайды деп есептеймін мен негізі өзім. Өйткені барынша бер, бірақ оның бәрінде 100% бала қабылдай алады деп айта алмаймын. Өйткені баланың қабылдауына да байланысты. Және тағы бір айта кететін мәселе, барлық бала математик болып кете алмайды. Оның да бір өзінің жаңағыдай, бір бала математикаға жақын болады, бір бала шығармашылыққа жақын болады. Яғни өзің әрқайсының өзінің уклонына қарай дейміз ғой, яғни деңгейіне қарап бәрі бағдар беріп отырмыз керек. Жоқ, сен сурет салып, әншілігін қой, сен бірінші математиканы үйреніп ал деп айта алмаймыз. Өйткені мүмкін ол мықты суретші болып, мықты әнші болып кететін шығар. Мықты ақын жазушы болып кететін шығар математиканы білмегенменен. Сол сияқты ғой. Демек, әркім, бірақ бәрібір мұғалімнің міндеті әр баланың ыңғайына қарап жаңағыдай несін анықтау керек та, қабілетін анықтай білуіміз керек. Сол арқылы ата-анамен мынаған екеуім бар, мынаған екеуім жоқ деп. Бірақ бәрібір бала сауатты болу керек деп есептеймін бірінші кезде, бәрібір.
яғни таза жазу керек, таза оқи алу керек, мүдірмей оқи алу керек, сауатты жаза алу керек деген сияқты. Кез келген кезде жазуға тура келген кезде мысалы сондай кезде бала қатесіз жазу керек. Ол математик болып кетпеуі мүмкін, ақын жазушы болып кетпеуі мүмкін, бірақ ол дұрыс есептей алу керек, қатесіз жаза алу керек деген сияқты. Сол жағынан сауатты болу керек та. Ал жаңағыдай мұғалімге келетін болсақ, мысалы осының өзінде мысалы қаншама ізден, мен әлі де ізденгенді тоқтатқым келмейді. Өйткені мұғалім ізденгенді тоқтатты ма, ол уже ары қарап смыслы жоқ ол жұмыс істеуге. Өйткені күнделікті талап өзгеріп жатыр, күнделікті бағдарлама өзгеріп жатыр. Біз ешқандай ізденуімізді тоқтатпаймыз. Мысалы мен өзім әлі де жаңағыдай именно білмейтіндерін үйрететін адам болса, мен әлі де үйренемін. Әлі де қазір да жас болсын, кәрі болсын. Өйткені да ол оқуға ешқашан кеш емес қой. Ал бірақ қазір енді әлеуметтік желі өте жақсы болды ғой. Кез келген Қазақстан, кез келген түкпірінен, кез келген мұғалімнен мысалы сабақ алуға болады. Отырдым, мысалы менің өзімнің мысалы сыныпта сабаққа қолданып жатырған бір-екі тәсілдерім, мысалы аты жөнін ұмытып қалдым, ресейлік бір орыс мұғалім кісіден үйрендім бір-екі тәсілді. Сабағынан ресейлік аты жөнін даже ұмытып қалдым, оған неше жылдар болып кетті. Сол сияқты мысалы интернет қазір жақсы болды ғой. Мүмкіндік көп дейсіз ғой өздеріңізге. Мүмкіндік өте көп. Тек пайдалана біледі. Тек пайдалану керек. Ол үшін главный желанием болу керек қой. Істесем балаға ертең барып осыны үйретсем, осы тәсілді қолдансам деген сияқты. Мысалы тіптен кейде мен өзім парақшама тіркеліп жатырған кім тіркеледі, міндетті түрде парақшасына зерттеймін. Соның ішінен кейбір тәсілдерді үйреніп жатырмын. Соңғы кезде бір тәсілді үйрендім. Соңғы кезде бір 2 апта болды, сол тәсілді үйренгеніме, балаларыма қолданып жатырмын, өте қызық. Қай парақшадан екенін де ұмытып қалдым. Шын айтқанда, осы бастауыш сыныптан ғой. Яғни әр топқа жеке тапсырма беріледі, сол тапсырманы, оны ертең осы 1-2 күнде даже сол тәсілді видео қылып парақшама салып қойғым келіп жатыр. Мүмкін сол сияқты бір мұғалім оны пайдаланар. Бір мәтінді, әр мәтінді беріледі, әр мәтінді топ болып оқиды, бірақ соны бүйтіп шеңбер жасап, қол ұстасып тұрып балалар жаңағыдай айтады. Мысалы мен 1-2 сөйлемін түсінгенді айтамын да, келесі балаға тапсырам, ол бала ары қарап жалғастырып кетеді, 1-2 абзац мүмкін, 1-2 іс-әрекеттерді айтады. Сондай мысалы менің атым Қожаны алатын болсақ, Қожа мынандай таңертең мектепке барды, үйтті, бүйтті деген сияқты ары мектепке барған жалғастырады. Одан кейін қайтарда кімге жолығып қалды деген сияқты әр абзацтан ана балаларына бір круг жасап, бүйтіп шеңбер жасап, сол тәсіл өте ұнады. Балаларыма да өте ұнады, сол тәсілді қазір жасап жатырмын. Даже қазір жаттаулар берілген кезде де балалар отыра қалады да, топпен ба дейді, иә десем, олар мен мына шумақты, сен мына шумақты деп өздері бөле қояды. Сонда әрі уақыттан үнемдейді екенбіз, және бүкіл беріп жатқан ақпараттан бүкіл топ хабардар болады. Яғни шеңбер жасап, бір-біріне айтып жатқан кезде өзінің оқымаған абзацтарды достарынан естіп алады. Өте көп қой. Тағы сұрағыңыз бар ма? Сұрақ қоямын деп мені қинап отырғызып қойдыңыз. Енді сұрады айтасыз. Келесі сұрақ бізде осы өмірде сұрақ қойма. Осы өмірде жеткен ең жақсы жетістігіңіз не? Ең керемет жетістік мына болған нәрсе мен өмірімдегі осы уақытқа дейінгі болған жетістігім деп есептейтін едім деп мен айта аласыз. Ең басты жетістігім негізі сол балаларға жасап жатырған еңбегімнен нәтижесін көру негізі. Бірақ жетістігім деп онымен тоқтап қалғым келмейді. Не деген балаларды жетістікке жеткізгім келеді. Негізі да осы не деген үздіксіз еңбектер, ізденістердің арқасында Аллаға шүкір деп айта аламын. Мысалы қазір сыныбымда да 23 оқушы бар. Сыныбымның азайып кетпей, керісінше басқа сыныптардан ауысып келіп, сырттан өзімді іздеп келіп жатырған оқушылар, әрине оның бәрі сол жетістігімнің арқасы деп ойлаймын. Негізі егер де жетістік нәтижеге шығара алмасам, ешқандай ізденбесем, бұл жетістікке жете алмас едім. Алдымдағы әрбір оқушы менің жетістігім деп есептеймін, бірақ онымен тоқтап қалғым келмейді. Даже балаларым айтамын ғой, кейде басқа жаққа қарап тұрсам, балаларым басқа жақта жыбырлап жатса айтамын да, мен көрмей тұр деп ойламаңдар, маған 23 оқушы түк емес деймін да. Алдыма 50 оқушыны отырғызсын,
мен оны да дәл қазірдей басқара аламын деймін да балаларыма. Сөйтсем апайдың басқа жақта да көзі бар дейді. Көзім жоқ. Бәрібір алтындағы қызға азын-аулақ осы 20 жыл оқушыны кәдімгідей сабаққа бірден қатыстырта аламын. Сабаққа даже кірген мұғалімдердің өзі кәдімгідей 80-90% сабаққа кәдімгідей қатысып отыр. Ешқандай не емес балалардың. Ол түгілі өткенде өрлеуден де 2 рет келді. 2 рет те менің сыныбыма, яғни біреуін семинар сабақты мұғалімдерге мен өзім қойдым, яғни мұғалімдер келіп қатысты осы Түркістан облысы бойынша. 29 ба мұғалім келді, жартысы маған кірді, жартысы Қарлашаннан келді, қызына кірді. Сол кезде, яғни мені таңдады, менің сыныбымды таңдады. Басшылар оған өте қуаныштым. Сабақ өттім, өте жоғары деңгейде өтті деп айта аламын. Біраз олар сұрақтарын қойды, біраз тәжірибемізбен бөлістік, және біреуі ағылшын тілінен мен сыныбыма сабақ беріп, кәдімгі оқушылар кәдімгі алып шықты. Тіптен ана мұғалім қандай тапсырма берерін білмей қалды десем де болады. Кәдімгі алып шықты балаларым. Одан кейін орыс тілі сабағынан да келетін болды өрлеуден. Яғни ол жерде өрлеуден жаңа облыс бойынша білім алуға келеді ғой. Сол мұғалімдерді мектебімізге алып келген уақытта және ол кезде де менің сыныбымды таңдады. Ажар Асқанбековнаға рахметімді айттым. Сол кезде де завучтар айтып жатыр. Сіз сабақ өтесін деген кезде ойланбастан сіздің сыныбыңызды таңдады дейді. Әрине оның бәрінде кішкене болса да менің еңбегім бар деп білем. Яғни менің де еңбегім үлесім бар деп білем. Мысалы, сіздің сыныбыңыз, яғни сырттай өзіңіздің айтуыңыз бойынша және сурет видеолардан көп білеміз ғой. Сыныбыңыз өте активный да, прям соншалық жыбырлақ, и осына байланысты ақылды да бәрі ше. Жаңағыдай барлығын бірдей сабаққа, барлығын бірдей назарын аударту үшін сіз қандай әдіс тәсілдерді қолданасыз? Или барлығын қалай бірдей сабаққа қатыстыруға болады, бірдей өзіңізге назарыңызды аудартуға болады? Мысалы, әрқайсысы әртүрлі өзіңіз біледі. Басында ең бірінші жұмысқа тұрған кезінде есімде прям шаршап келетінсіз, и мына балалар соншалықты жан-жақ қарап шаршап кете береді, солардың басын қосуым керекпін деп, сонда да сол кезде солай келетініз да. Соның бәрін мысалы нәтижесін көріп жатыр. Енді әлі 1 жыл енді ғана болмақшы да. Соның нәтижеге жету барысында не нәрселерді қолдандыңыз, немесе қалай өзіңізге қараттыңыз балдар? Сіздің балдарыңызды білемін, мен соншалықты жалпы айтқанда бұзық балдар ғой. Енді бұзық деуге келмейді, мен баламды бұзық. Мен баламды жамандамын. Айтсаңшы, есіктің алдында итті де жаман десе жаман боласың. Мен балаларымды өте жамандама. Бірінші кезде негізі тек қана маған менде ғана қиындық болған жоқ қой ол. Онлайннан келгеннен кейін барлық мұғалімдер қиналды қыркүйекте. Барлық мұғалімдер деп айта аламын. Өйткені менің сынып 3-ші сынып болғаннан кейін 1-ші сыныпта олар почти 2-90 таза оқыды да, одан кейін онлайнға кетті. Получается, 1,5 жыл олар онлайн оқыды да, 3-ші сыныпқа топ ете қалғаннан кейін өзің ойла. Ол кезде 1,5 жыл онлайнда баламен қатар оқып деп айта алмаймын. Небір видеоларда жүр ғой, жаңа бала ұйықтап жатыр, мына әке шешесі бәрі жабылып оқып жатыр. Сондай сияқты да ол кезде ата-ана оқыды. Яғни оны білімді, бағаны ата-анаға қойылды деп айтсақ та болады. Негізі да ол балаға емес. Бала кем-де-кем. Кейбір жекеменшік мектептерде жаңағыдай қауіпсіздік шараларын сақтаған мектептерде ғана, мен оқушылардың арасында да бар, қауіпсіздік шаралар қолданды, біз мектепке барды деген. Әрине олардікі менен басқа балалардың кішкене айырмашылығы бәрібір бар. Онлайн оқып келген, офлайн оқып келген менен. Және бізде, біздің мектебімізде және кішкене қиындық туындағаны бірінші кезде оларды жинақтап, білімге бетін бұрумен қатар бізде тасымалдың мәселесі қиындау болды, және үйірмелер болғаннан кейін барлығын бірдей ретке келтіру біздің мектеп үшін, тем более бірінші биыл болғаннан кейін кәдімгі қиындық туындады да негізі. Бәрін бірдей қоса алып жүрді. Сондықтан қатты шаршадық. Және өзімнің басы ұстанатын принциптарымның бірі, бірінші жыл баламен усиленно жұмыс жасаймын. Шаршасам да, уақытым кетсе де, күшім кетсе де, усиленно жұмыс жасаймын. Неге? Баланы бір деңгейге, бір бағытқа, баланы бір қалыпқа келтіріп алғаннан кейін, келесі жылдары кәдімгідей оңай болады. Кәдімгідей мұғалімден алады. Ал бірінші жыл еңбегіңіз кішкене аянып қалдың ба, болды 4-ші сыныпқа бітіріп кетем дегенше, сонымен мучить етіп жүргенің. Ал бірінші кезде кәдімгідей, мысалы мен қазірдің өзінде мысалы, кәдімгідей жеңіл. Өйткені балалар біледі, қай кезде не жасау керек. Партада күннің расписаниен партаға не қойған ба, бекітіп қойған. Келеді расписание қарайды, алады кітабын,
күнің ретін жасап уже тапсырмаларды орындап кете береді. Өйткені мен оларға қыркүйектен бастап үйретіп жатырмын. Яғни біз балабақша емеспіз, мен жетектеп жүруім шарт емес. Яғни осы бастауыш сыныпта менің алдымда, және осы 3 сынып, 4 сынып, 2 сынып, 2 жыл менің алдымда болатын кезде сол қасиеттерді бойларына тартқым келеді. Яғни 5 сыныпқа барғанда өздерін басқара алатын, алып жүре алатын, мұғалім бар болсын, жоқ болсын, алдыңдағы тапсырманы, өзіңе міндеттелген міндеттемені, жүктелген міндеттемені өзің басқара алу арқылы сен жұмыс жасап арқылы дамуың үшін. Мұғалім кешіп кетті ма, оны не обязательно барып коридорда күтіп жүру, я болмаса жүгіріп, сыныптың ішінде жүгіріп шулап. Отырдың, білесің, сабақ кестесін, кітабыңды алдың, кешегі сабағыңды қайталадың, кеше мынамнан өткен екенбіз, бүгін қайсы екен деген сияқты бүгінгі тақырыпқа жаңағыдай келіп, мұғалім ешқайда бармайды, мұғалімді іздеудің, я болмаса есіктің алдына барып күтіп тұрдың қажет жоқ. Яғни баланы соған үйреттім да. Ешқандай мені күтудің қажет жоқ, іздеудің де қажет жоқ. Мен сыныбымды білем, сабақ өтетінімді білемін, маған лишний раз маған ескертудің қажет жоқ. Балам соған үйренді. Асханадан тамақтанып болғаннан кейін де келдің бе, болды, ары қарап жалғасып жұмыстан істеп кете береді. Кейде болады, енді олар да бала ғой, кейде ұмытып кетеді, кейде тапсырмаменен шығып кетуіңе тура келеді, кейде аяқ астынан бір 10 минутқа жиналыңдар дейтіндей сондай тапсырма келіп қалады. Сондай кездерде кейде шулап жүреді. Бала ғой бәрібір, ондай кезде және қайтадан ескертуіңізге тура келеді. Солай жасаймын. Неге? Сонда 9-нешінші ай оқып жатырмыз қазір. Қыркүйектен бері мен сонда бір тәрбиені, бір тәртіпті үйрете алмадым ба деген сияқты балаларға мен ренжимін кейде. Ол да балаға деген жауапкершілікті арту. Бала сол жауапкершілікті сезінеді. Демек, мен мұғалімді іздеудің қажеті жоқ. Неге менің алдымда тұрған кезде ол қасиеттерді артқым келеді? Өйткені ол 5 сыныпқа барғанда мен балаларға жалпақтан мен айтқанда айтамын. Бастарынан ешкім сипамайды. Ол дегеніміз, әр мұғалім келеді, өзіне тиесілі 45 минут сабағын өтеді, үлгергенінше. Қайтып кетеді. Оның қасында отыра алмайды. Басқа сыныпта, ал енді бастауыш сынып болғаннан кейін біз дене шынықтырудан кейде минуттарын аламыз, көркем еңбектен минуттарды аламыз. Кейде мұғалімдер себеппен бір ауырып қалатыны бар, сұранады. Сондай кездердегі уақыттарды пайдаланып, балаға біліммен қатар тәрбие береміз. Ал жоғары сыныпта олай емес қой, әркім өзінің сабағын өтеді, болды. Әркім өзінің сабағына жауап береді. Оның жаңағыдай өмірде қандай адам болып қалыптасуына, білімді болуына, өзін басқара алуына, я болмаса өзіндік пікір болуына, жеке тұлға болып дамуына, яғни оны өзінің сыни тұрғыдан ойлай алуына молына үлес қосады деп айта алмаймын. Өйткені 45 минут практически бәріне жетпейді. Сол үшін жаңағыдай фундамент дегеніміз дұрыс айтылған, негізі үйдің іргетасы қалай қаланса деген сияқты. Яғни солдағы қасиеттерді қоса дарыта алатын болсақ, оқушыға 5 сыныпқа кәдімгідей дайын болып барады. Мысалы, баланы 1 сыныпқа қалай дайындау керек ата-ана? Мұғалім емес, ата-ана 1 сыныпқа қалай дайындау керек баланы? Сол сияқты бастауыш сыныпта біз 5 сыныпқа да дәл солай дайындауымыз керек. Дайын болып бару керек. Яғни, былайша айтқанда, 5 сынып ол жоғары сыныптың фундаменті есебі. Жауап қанағаттанарлық болды ма? Қанағаттанды. Енді келесі сұрақ, өзіңіз жайында айтайын. Бірақ өзіңіз жайында, бірақ бәрібір осы тақырыпты тағы жалғастыратын сияқтымыз. Осы тақырып қой? Мен көзін ашсам, жұмсам осы тақырып қой. Хоббиіңіз, сүйікті ісіңіз, және немен айналыссаңыз, миыңыз, жаныңыз рахаттанады? Негізі, хобби, сүйікті іс болған кезде, енді кішкене көңілім шаршап, шаршаған кезде көңілді музыка тыңдаған жақсы көремін. Одан кейін ислами шеңберде сондай психологтардың сабағын тыңдағанды жақсы көремін. Бірақ енді ақылы сабақ алған жоқпын, бірақ ислами шеңберде сондай сабақтар тыңдағанды жақсы көремін. Өйткені оларды көбінесе айтатыны жаңағы сауапты іс жасауды тек қана осы өмірімізде емес, ақыретімізде ойлауды есімізге салады. Яғни күндегі жасап жатырған жұмысымыздың белгілі бір ниетіміз болуымызды, ниетіміз тура болуымызды мысалда, соның бәрін сол психологтардан сондай сабақтар аламын. Негізі
әрине әлі ақылысын алып көрген жоқпын, бірақ тегін сабақтарын өте көп тыңдаймын. Ол да ислами шеңберде. Бірақ кез келген тренингтің, кез келген жаңда коучтардың сабағын тыңдай бермеймін. Менің өзім негізі Балқия Балтабайды тыңдаймын. Өйткені ол кісі ислами шеңберде, және тыңдаған сайын тыңдаймын. Өзің де білесің, кейде тыңдап жатып ұйықтаймын. Кейде ұйқым ашылып, кейде болады ертеңгі болатын сабақты ойлап, әдіс тәсілдерді кейбір көп ізденіп кеткен уақытта менде кәдімгідей нагрузка болып кетеді, ұйқың ашылып кетеді кейде. Сондай кездерде сол кісіні тыңдап жатып ұйықтап қаламын. Соншалықты сол кісінің сөйлегені, сөйлеу манерасы ұнайды, сөз саптауы ұнайды, және былайша қазақша айтқан уақытта кәдімгідей ағып тұр ғой. Бір кез келген сұрақтан ары қарап сұрақтар туындап, соған жауаптар дайындау ана кісінің. Тыңдай бермей ешқандай бір мүдіріп қалу, ойланып, не деп айтсам екен, былай деп айтсам деген сияқты жоқ та. Бір сұраққа жауапты айтады да, сол жауаптан келесі сұрақ туындап кетеді, ары қарап жауап. Яғни бәріне сайып келген уақытта ислами шеңберде болғаннан кейін тыңдағым келеді. Ол яғни бізге рухани азық, рухани білім. Өйткені жаңағыдай Тұрсынбек Қабатов та анандай тос сөйлеу кезінде айтады ғой, мысалы, мына жастағылар былай тос сөйлейді, мына жастың аралықтарында мынандай тос сөйлейді деген сияқты. Сол сияқты, мысалы, 50-ден асқаннан кейін уже бәрібір енді тек қана 50-ден асқанда емес, әрбір адам бәрібір ақыретімізді ойлауымыз керек негізі. Бұл да өмірге қонақ екенімізді, бұл дүниенің бәрі жылтырап қызарып тұрған дүниенің бәрі жалған екенін бәрібір біз сезініп жүруіміз керек. Сезініп жүруіміз керек, яғни бәрібір қорқыныш болу керек. Біз қорыққан жағдайда ғана біз ойланамыз, сол сияқты бәрібір рухани азықты аламын. Бос уақытымда соны тыңдағанымды жақсы көріп. Бірақ бір нәрсемен айналысып, бір қол еңбек, ондайға мен жоқ екенмін, шын айтқанда. Көбіне миды жұмыс ететін нәрселермен айналысасыз. Миды жұмыс ететін және миды демалдыратын. Ал егер спорт түрлерінен, немесе балалық шағыңызда қалған бір айналысқан спорт түрлері болады ғой, солармен қазіргі таңда енді әлі қайда сізге күш қуат өте көп, энергияңызды өте көп, қайсымен айналысатын едіңіз әлі қазір? Негізі өзіміздің мектепте де ұйымдастырылып жатыр ғой. Өткендерде мектепте коллективтеріміз қатысты, волейбол, баскетбол қатысқым келді. Сол спорттың сол екі түрін жақсы көремін. Мектепте көп айналысатынбыз. Босап қалсақ волейбол ойнайтынбыз, баскетбол өте жақсы көремін осы екі спорт түрінде. Бірақ денсаулығыма орай, кішкене омыртқамда грыжа болғаннан кейін, ондай дене қозғалысына мен ондай спорт түрлері маған ауырлық қылады. Бірақ қызығамын. Енді уже күнұзарда мектепте қайтып ұйымдастырылайын деп жатыр. Өте қызығып жатырмын. Қыздар қатысып жатыр. Енді шамам келгенше қатысқым келеді. Бірақ енді ол мен денсаулығыма болмайды, мүлде болмайды. Мен тіке жүрем. Сіздің дайын тамағыңызды жеймін. Дайындап қойған киімдеріңізді киемін. Сол мектепке барамын. Алла берса, мектепте де жаңағыдай сондай жағдайым болғанын қалаймын. Только орысша айтқанда для удовольствия жасағым келеді. Қажеттіліктен емес, для удовольствия жұмыс жасағым келеді. Өйткені мен әсіресе для удовольствия дейтінім, бала түсінген кезде өзі көзі жанып бастайды ғой, қуанып, сол сәтті көргім келеді. Содан рахаттанып, мына оп-оңай екен ғой деп қуанып кетеді ғой, кейбір нәрсені үйретсең, сол кезде сол сәтті көргім келеді. Мен мынаны күнде ойланатын сөйтсем вообще оңай екен ғой деп басқа балаға түсіндіріп жатады, сол сәтті көргім келеді. Спорттың түрі сол. Әлі де болса, бізде негізі мектепте де айтып кеткім келеді, негізі мектебімде мақтанғым келеді. Және осы мамыр айында тағы да күшті саяхат ұйымдастырайын деп жатыр мектепте. Оның бәрін жоспарын Мәдина Ғұлымовна тәрбиесі ісі жөніндегі завучымыз ұйымдастырайын деп жатыр. Қанша уақытқа барамыз, қай сағаттарда немен айналысамыз, тіпті жейтін тамағымыздың өзін аспаз алып барамыз ба, не болса өзіміз ба деген сияқты, тіпті ас мәзіріне дейін ойластырып, сол демалуға барамыз. Алла бұйыртса, осы мамырдың осы жеңіс күніне қарсы болар, может. Күшті, демалыстарыңыз күшті өтсін. Алла бұйыртса. Негізі қыста да жоспарлағанымыз, негізі шаңғыға барамыз деп, кішкене ол кезде реті келмей қалды. Енді осы жоспарымыз сказать деп ойлаймын. Ол әрине мұғалімдерге өте керек. Демалыс керек қой миымызға. Күнізін мимен жұмыс жасағаннан кейін бәрі миға демалыс керек. Сыртқа шығып, бір мезгіл табиғатқа шығып, өткенде бір көлікке барғанда қандай демалыс болды.
бір күн бар. Иә, бір күннің өзіне машинадан түстік, үйіне кірген жоқпыз. Бірден бауына кіріп кеттік. Сіңлім өзі бір көлікте таудың етегінде тұрады. Қонаққа шақырды. Біз көліктен түстік та үйіне кірген жоқпыз. Ауызашарға дейін сол сыртта табиғатта жүрдік қой. Не деген керемет таза ауа. Кәдімгі ана таудың етегінде болғаннан кейін баудың ішінде жүрсің, бірақ таудың ауасы келеді да керемет. Сондай демалыстар бәрібір мұғалімдерге өте керек. Әсіресе мұғалімдерге дейсіз. Иә, әсіресе болғанда көбінесе менімен жұмыс істейтін мұғалімдер ғой. Өйткені не деген бала отыр ғой алдымызда. Мысалы 23 бала, 23 үйдің еркесі. 23 үйдің еркесінің тілін табу. Еще 23 плюс 23 46 ата-ананың тілін табу ғой. Мұғалімдер оңай емес, так что. Шынымен. Жаңағы өзіңіз коллегаларыңыз айтып жатсыз ғой, өзіңіздің мектептегі коллегаларыңызбен қарым-қатынасыңыз қалай, қаншалықты олармен жақсы тұрасыз, және олардың жас ерекшеліктері сіз үшін маңызды ма? Мысалы, жас мамандар бар, үлкен жаңағы ардагер мұғалімдер де бар, және сізбен қатарлар бар. Олармен қалай жаңағы қарым-қатынаста боласыз? Сізбен қалай қарым-қатынаста ол кісілер? Негізі, Аллаға шүкір деп айта аламын, қарым-қатынастар өте жақсы. Жас болсын, үлкен жастар болсын, бір-біріменен өте жақсы. Негізі ұжым жақсы. Мектебіміз, ұжымымыз өте жақсы. Кішкене үйіме ұзақта, бірақ бәрібір сол мектептен шықпаймын. Басшыларға да айтамын ғой, болды, сіз шығыңызшы енді. Жастар істесін деген кезге дейін істеймін деп қоямын да. Соншалықты өзім көңіліме жақын. Қаншалықты кейде шаршап оянасың болады ғой кейде, бірақ бәрібір мектепте жақындаған кезде уже кәдімгідей күш пайда болады ғой. Иә, может содан, может жұмысым жақсы көргеннен, может ұжым жақсы көргеннен, может балаларымды жақсы көрем. Кеше ана олимпиададан жүлделі орын алдым ғой, мысалы. Марапаттауға бардым, кеше зияткер мектебіне марапаттауға бардым. Сонда бір 2 сағатта қайтып келген шығармын. Сол кезде жүгіріп келіп құшақтап жатыр. Мен айтамын да 2 сағат болған шығар келгеніме. Қанша ұрсам бәрібір бала өзіңе ұмтылып тұрады да, бастаушының бір жақсы жері сол. Бауыр басып қалады да кәдімгідей. Сол сияқты мұғалімдерге де біз солай бауыр басып қаламыз ұжымда. Ешқандай заң жастар маған ешқандай маңызды емес. Кішілер де сыйлап жатыр, аты жөніңізбен атап, үлкендер де сыйлап жатыр. Кәдімгідей ол жағынан ешқандай не жоқ. Бір жағынан адамның өзіне де байланысты ғой, тіл табыса білу. Яғни, мысалы, кішіні де сыйлай білеміз, үлкені де сыйлай білеміз. Ұжымда солай да, солай жұмыс жасап жатырмыз. Өте қызық. Ұнайды дейсіз ғой. Ұнайды. Мектепке кіргеннен тіптен айтады ғой, сіз күшті қайдан аласыз? Жасыңыз. Иә, энергичный, позитивный болып жүресіз, қайдан аласыз деп. Мен кейде кішкене жас мұғалімдерге әзілдеп күлемін. Таң атпай жатып бүйтіп жүрсіңдер, кешке дейін энергияларың қалай жетеді. Өйткені таңнан бастап біз формада жүріміз керек та, сондай настройда жүріміз керек. Әйтпесе кешке дейін энергиямыз жетпейді. Таңертеңнен бастап бүйтіп шаршап отырсақ, кешке дейін энергияң жетпейді ғой, дұрыс па? 23 бала бөліп алып. Иә. Мысалы, кешке таман уже кейде балаларым шүкір Аллаға, мысалы, жұмыстан алып кетеді. Мама, күтіп тұрмыз деп хабарласады, мысалы. Сағат неште болсайсыз, біз күтіп тұрмыз, алып кетеміз деп. Уже сол кезде бастап уже босаңси бастайсың. Уже бір күндік шаршағаны шығады, уже көлікте отырған кезде үйге келем дегенше кәдімгідей шығады. Бірақ негізі кәдімгідей шаршап қоясың. Ал бірақ алдын осы Жетісайда істеді ғой Гагарин мектепте. Бақыт Шамилевнада. Сол кісіден, мысалы, негізі мен өмір ізденіп жүрем. Кіммен сөйлессем де, қандай Набатова Бақыт Шамилевна. Гагарин мектептің директоры. Әлі де сөйде жұмыс істейді ғой. Жаңағы айтқандай, тіптен әркіммен сұхбат жасағанда, әңгімелескеннің өзінде де, мысалы, интернеттен қарасам да, кітап оқысам да, бәрібір әр әрекеттің өзінен бір өзіме керек жаңағыдай инсайттарды былайша айтқанда түртіп аламын ғой. Сол кісіден есімде қалғаны және маған өте ұнағаны сол кісінің үйреткені. Таңертең жұмысқа келген кезде дейді да, балалардың көзіне жаңағыдай шаршап тұрған проблеманы арқалап келген түрлерінде балаға көрсетуші болмаңдар дейтін. Үйден шығатын кезде проблеманы үйге тастап кет. Мектепке келдің ба, жанып кел, көздерің жанып тұрсын деп солай айтатын. Әр жиналса солай айтатын.
және маған ұнағандықтан сол есімде қалған. Және жұмыстан кетіп бара жатқан кезде бізде жұмыс неште аяқталады, содан кейін 2 сағаттан кейін біз кетуге қол қоятынбыз. Сол неге 2 сағат? Сол 2 сағаттың ішінде дейді, дәптеріңді тексер, келесі күннің поручнийін жаз. Ол кезде жазатынбыз ғой, қолмен жазатын, сол кездерде поручнийін жаз, дәптеріңді тексер, шкафыңа сал, сөйтті кішкентай ғана қол сөмкесімен үйіңе кет. Мектептің барлық проблемасын мектепке қалдырып кетті, үйіңе барғанда кәдімгі әйел, кәдімгі ана бол дейтін. Мектептің проблемасы үйде жасама, үйдің проблемасын мектепте жасама дейтін. Сол менің есімде қалып кеткен. Содан да болар мүмкін. Мектепке кірдім ба, кәдімгі мектептің ауырысы көтереді ғой, көңіл күйімді. Ол біріншіден маған қажетті. Өйткені ондай настроймен, ондай күшпенен жүрмесем, мен күшім кешке дейін балалармен жұмыс жасауға жетпейді. Өйткені кешке дейін, мысалы, тем более қазір оразаның кезде кешке дейін аузымыз тынбайды. Хотя біз уже балаларым үйреніп қалған, тек бағыт-бағдар беріп отырамын ғой, қазір. Бұрынғыдай усиленно үйрету қазір азайған. Бағыт-бағдар берем, ары қарап балалар көбінесе өздері алып шығып жатыр. Соның өзінде, мысалы, көп сөйлейміз. Сондықтан бізге кешке дейінге өте көп күш қажет болады. Сол үшін сондай энергиямен, сондай позитивпен жүруге, біз хочешь не хочешь сонымен жүруге мәжбүрміз, тиістіміз. Тағы да сұрағыңыз бар ма? Тағы бір сұрақ бар. Шетелге шығып көргенсіз ба? Шетелге шыққан жоқпын. Қай жерге, қай елге барғыңыз келеді? Ең бірінші, осы елге барып демалсам екен деген. Негізі шетелде дұрыс қой, бірақ Қазақстанның көптеген жерлерін әлі көрген жоқпын. Қазақстанның көп жерін көргім келеді, жүргім келеді, саяхаттағым келеді. Бірақ бәрібір бір носы бар, бірағы бар. Ол дейтін, мысалы, дәл осы жылдары, тағы осы 1-2 жылдарда мен саяхаттап үлгерім керек та. Ары қарап уже былайша айтқанда мән мағынасы да қалмауы мүмкін. Өйткені ұзақ жолға, ұзақ уақыт самолетте мен денсаулығын көтермей қалуы мүмкін. Сол үшін құлақтарың алтынсырға, мені қыдыртып, осы бастан қыдыртыңдар. Сол айтқандай Қазақстан бүкіл жерін аралағым келеді. Қазақстанның болғанда мен бірінші Каспий теңізін көргім келеді. Әлі көрген жоқпын Ақтауды. Барып, кәдімгідей Каспий теңізінің шетінде аяғыммен кешіп шолпылдатып жүргім келеді. Содан кейін ғана Қара теңізге, бірінші Каспий теңізіне барғым келеді. Көкшетауға әлі барған жоқпын. Көкшетауға барғым келеді. Яғни Қазақстанымыздың, өзіміздің Қазақстанымыздың сондай жерлерін аралағым келеді, саяхаттағым келеді. О да болса денсаулығын позволять етіп тұрған кезде. Мысалы, қазір 50 жастан асып кеттік. Сөйтіп, күйбең тіршілікпен жүре берсек, уақыт өте береді, денсаулығымыз әлсірей береді. Сол үшін, мысалы, қыдыратын болсақ, күш бар кезде, жолға жарайтын кезінде, жолға да жарауым керек қой. Мысалы, былтырдың өзінде сіңлім, Гүлжат, Түркияға барды, мысалы. Сол кездің өзінде, мысалы, қанша уақыт самолетта болды, 6 сағат болдық деді ма, 4 сағат па. Соның өзінде, мысалы, оған денсаулық позволять ету керек, жарау керек. Сондай сияқты ғой, саяхаттағым келеді, бірақ ол үшін денсаулық керек, денсаулықты да күту керек. Мұғалімдердің денсаулығы, жүйкесі тез сыр береді, өйткені постоянно нервпен жұмыс жасағаннан кейін. Қазіргі дәл қазір бұрынғы мұғалімдерді қайда, мысалы, біздің кезімізде мұғалімдердің жұмысы қатты. Енді заманына сай ол кезде де ауыр болды ғой, бірақ дәл қазіргідей емес еді оқушылар. Өйткені қазіргі оқушылардан бұрынғы, мысалы, кейде ренжіп, нашар баға алып келетін болсақ, ата-ана біздің өзімізден көретін. Демек сен оқымағансың да, айтқанын тыңдасаң ұрыспайды ғой деген сияқты айтатын да, мысалы, біздің ата-анамызға. Хотя ондай сөз естіп келген жоқпын, бірақ енді ол кездегі ата-аналарды сондай еді, мысалы, бала кішкене көңіл күйі болмай келсе, я болмаса нашар баға алса, я болмаса мұғалімнен ұрыс естіген жағдайда ата-ана ол кезде демек өзіңнен дейтін. Ал қазіргі ата-аналар ондай емес, өкінішке орай. Бала бір бәлені білмей қалса, соны саған соны да үйретпеді ма деп сөгеді баланы. Ол деген сөз бала уже, мен ұрыспайды екен ғой, мен білмей қалсам мұғалім дұрысайды екен деген сияқты түсінік қалыптасады да. Өкінішке орай ата-аналар соны кейде білмей жатады. Мен бұлай мұғалімнен көре беретін болсақ, бұл тіптен оқымайды ғой. Керісінше, сенің мұғалімнің білем қандай білімді екенін мұғалімің үйретпеуі мүмкін емес. Неге тыңдамайсың?
бәрі білмей отырса, онда мұғалімнен көретін едім. Басқа балалар біліп тұр ғой. Демек сен оқымағасың, сен тыңдамағасың, демек сен басқа нәрсемен айналысқасың деп баланың өзіне міндеттемен жүктейтін болса, иә, бала жаңағыдай жауапкершілікті өзіне мойнына алған кезде уже нәтиже шығады. Ал баладан және мұғалімге бар кінәні мұғалімге аудара бересіз ба, ол кезде балаңыздан тіптен нәтиже күтудің қажеті жоқ. Вообще нәтиже күтпей ақ қойыңыз. Мұғалімді кінәлап жүре беріңіз. Ал мұғалімнің ешқандай кінәсі жоқ. Шама шарқының келгенше үйретеді, бағыт-бағдар береді. Ал қазір тіптен жаңа бағдарламада мұғалім тек бағыт-бағдар беруші ғана. Басым бөлігін баланың өзі сөйлеу керек, өзі іздену керек, өзі түсіну керек, түсіндіру керек. Өйткені қазір сондай дәлелденіп отыр. Бала өзі ізденіп түсінген кезде ғана, ол түсінеді. Яғни былайша айтқанда, аузына шайнап салған нәрсені ол түсіну қиын. Өзі ізденген кезде ғана есінде қалады деп, сол дәлелденгеннен кейін қазір жаңа бағдарламада, яғни бала өзі ізденіп әрекет жасаған кезде ол оңай түсінеді. Яғни есінде қалады. Сол себептен қазір тіптен мұғалімді кінәлаудың қажеті жоқ. Мұғалім тек бағыт-бағдар береді. Мынау былай ізденесіңдер, былай табасыңдар. Топпен ақылдас, яғни жұптық жұмыс, мына жұмыс жеке жасайсың, өйткені бұл қайталау сабағы, мынау кішкене күрделі, бұны топпен ақылдасыңдар, қайсы топ бірінші қорғайды деген сияқты тек мына бағыт-бағдар берушіміз дәл қазір. Қалған бала іздену керек. Сонда оның есінде қалады және дами алады. Сондай кезде ғана балаңыздан нәтиже күте аласыз. Ал мұғалімге кінә арттыңыз ба, болды, сол күннен бастап вообще баладан нәтиже күтпей ақ қойыңыз. Белгілі бір дәрежеге жетеді екен балам деген сияқты. Өйткені қазір балаларға қарап отырсаң, кейде қазақша айтқанда қарның ашады. Анау үйтіп айтты, анау тілін шығарды, анау күлді, анан аяқ тиіп кетті, анан қол тиіп кетті деп, ал бірақ содан кезде таңғаласың, бұл ертең қандай азамат болып жетіледі. Демек сол майда сөзің бәрі үйде отбасында болып жатыр деген сөз. Керісінше, енді кішкентай емессің, балабақшаның баласы емессің. Болмайтын нәрсені әңгіме қылма. Болмайтын нәрсені сен шыдап үйрен, көтеріп үйрен, ситуациядан шығып үйрен деген сияқты балада ата-анадан қаталдық, тәрбие, тәртіп болатын болса, наоборот бала бейімделеді өмірге. Керісінше ата-аналар өздері баланы жаңағыдай әлсіретіп тастап жатыр да, өмірге бейімдеудің орнына керісінше не болып қалды? Кейде тіпті бізде мектебімізде кездесіп жатыр, менің сыныбымда емес, бірінші сыныптарда кездесіп жатыр. Мұғалімге кінәлап жатырған ата-ана бар да, көзім көріп, құлағым естіді, араласпауыма, араласып кетуіме тура келді. Былай дейді, мен балам дейді, сол кез суып келді, терлеп келді, неге киімін ауыстырмағасыз дейді. Мұғалімге сондай кінәлап жатыр да, мұғалім басқа жұмысы аз да, оның жаңағы білімімен, бірінші сыныпта ол мына ручка ұстаудан бастап, баланы ручка ұстаудан, мынандай түстерді ажыратудан бастап үйретіп жатырған мұғалімнің аз да, тәртіп тәрбиелеп жатырған аз да, еще бала терлесе киімін де ауыстыру керек қой. Мен кейін ата-анаға айттым, керісінше дедім, сіз балаға үйретіңіз дедім. Егер де терлейтін болса, мына киімді ауыстыр деп, баланың өзіне үйрету керек. Сіз қашанғы баланың айналасындағы адамды тәрбиелесіз жоқ, кешіріп қойыңыз, баланы өзін тәрбиелеуіңіз керек. Ыстықтадың ба, киіміңді ауыстыр. Сенің киіміңді ешкім ауыстыруға міндетті емес. Ыстықтадың ба, киіміңді ауыстыр. Өйткені ыстықтағаннан кейін сен денең әлсірейді, мұздай тез қабылдайтын боласың, шамалдап қаласың, суықтап қаласың. Сол үшін шамалдамау үшін, шамалдасаң ауырып қаласың, ондай кезде укол салуға, емханаға жатуыңа тура келеді. Сен соны болдырмау үшін терледің ба, міне киімің ауыстыр деп баланың өзіне үйретіңіз деп араласып кетуіме тура келді. Өйткені көріп тұрсың да, мұғалімді кәдімгі кінәлап тұр ғой. Неге киімін ауыстырмайсың дейді. Мұғалімді как будто басқа жұмыс аз да. Ал егер де баланы өзін тәрбиелесе, соны ата-ана білу керек. Лучше баланың өзін тәрбиелесе, бала кез келген жағдайда өзінің әрекетін өзі жасап үйренеді. Терледі ма, киімін ауыстырады, жаурады ма, киінеді. Сонда жаураса киінбей жүре бере ма, пока мұғалім келіп киіндірмесе? Жаурады ма, ол бала білу керек. Мен жаурадым, демек киінуім керек. Яғни ми өзі шешім қабылдап үйренеді да. Жалтақтап, кім мені жаурасам киіндіреді, я болмаса, мен ыстықтап тұр, мені кім киімді ауыстырып кетеді. Еще деген ана ата-ана мұғалімге айтып жатыр, не деген сұмдық. Біз мұғалімдер тек қана баланы емес, ата-ананы да тәрбиелеп кетуге тура келеді ғой.
солай деп айтпайсың ба десем, неге ата ананы өзіне түсіндірмейсіз? Баланың өзіне тәрбие беріңіз, өзі үйренсін десем, жоқ дейді. Ол небір ата ана бар ғой, онымен сөйлесу мүмкін емес дейді. Керісінше баланың қазір күнісіп қалды, қабат-қабат киіндіріп жібереді дейді. Бала хотя тершем дейді, кейбір бала болады ғой енді әлсіздеу. Өз қабат-қабат киіндіріп жібереді, еще гиперактивный бала қозғалған сайын. Бала үнемі қозғалыста болады ғой. Ол үнемі қозғалыста болғаннан кейін ол циркуляция қан жылдам айналғаннан кейін дененің қызуы көтеріледі, қызып жүреді. Сол себептен соның бәрін ескеріп киіндіру керек қой ата ана. Және жарайды қимылдамаған кезде жаурап қаласың, бірақ терлеген кезде шешін деп те үйрету керек та, оны мұғалімге аударудың қажеті жоқ. Мұғалім жарайды деп өзінің құлағының тыныштығын ойлап, балаңыздан киімін ауыстырады сізден, құлағыңыздың тыныштығын болуын көздеп, яғни ешқандай спор болмасын, балаңыздың ол мұғалімге қиын емес болуы мүмкін. Жарайды тыныштығын көздейін да, ауыстырады, сөйтіп ол мұғалімнің алдынан балаңыз кетеді, өмір бойы ол мұғалімнің алдында отырмайды. Одан кейін сіз 11-ші бітіргенге дейін тағы да мұғалім тәрбиелейсіз ба? 11-ден кейін университетке түседі, тағы да мұғалім тәрбиелейсіз ба? Одан кейін ары қарап кімді тәрбиелейсіз? Одан кейін жолдасын тәрбиелейсіз ба? Мынау ыстықтап қалса киімін ауыстыр, жаурап қалса киімін кигіз деп. Баланың өзін тәрбиелеу керек. Иә, кішкентайынан бастап сол дағдыны қалыптастыру керек. Өмірге бейімдеу керек. Бір сыныпқа тіптен баланы бейімдеу керек. Өйткені ол бір сыныпқа барғаннан кейін 45 минут қимылдамай отырады бір орында. Жазады, мұғалім тапсырмасын істеу керек. Ол кітаптан көшіріп үйрену керек, тақтадан көшіріп үйрену керек, мұғалім сұрағына жауап беріп үйрену керек. Яғни айтылым қалыптасу керек, тыңдалым қалыптасу керек. Оның бәрін баланы өбектей беретін болса, қай уақытта үйренеді оны? Жоқ. Балабақшаға жоғарғы топ болды ма, баланы бірінші сыныпқа бейімдеңіз, өмірге бейімдеңіз. Мұғалімнің ештеңе дәнеңіз кетпейді. 4 жыл отырады алдына, шығарып салады. Аллаға шүкір деп. Ал бірақ ары қарай бала өмірге бейім болмаса, сіз қашан өбектейсіз оны? Сізге емес, баланың өзіне қиын ол. Ол өмірге бейім болу керек. Бүркіт сияқты құзан лақтырып жіберіңіз баланы. Бейімделеді. Жылап келді ма? Мұғалімің ұрса, демек біліп ұрсады. Демек тыңда. Маған жылап келме. Мұғалімің сені адам болсын деп ұрсады. Деп бір рет айтасыз, ол 2 рет жылап келуі мүмкін, 3 рет. Одан кейін біледі, сізден атпыр болатынын. Сол сияқты сіздің де құлағыңызға алтын сырға, Аллаға шүкір, Азирешкамен 2 айға толды. Осы жерден тағы бірден айта кеткім келіп отыр. Жаңағыдай сұрақ-жауаптан тағы да сұрақ туындап кетіп жатыр ғой. Өткенде сабақтарымызбен баламызды көбінесе осындай ашық сұхбат жасаймыз ғой. Сол кезде бала тәрбиесі жөнінде айттық та. Сол кезде айтып жатырмын, бір ғұламаның бір әйел баласын алып барады бір ғұламаға. Балам 6 айлық болды дейді да. Баламды осы бастан сізден кеңес алайын деп едім. Неше жастан бастап балама тәрбие берсем болады. Қай кезден бастап мен тәрбиелесем, балам тәрбиелі, білімді болып өседі. Сол жайында кеңес алайын деп келдім дейді да. Балаңыз қанша уақыт болды туылған айтып. Балама 6 ай болды дейді да. Сол кезде ғұлама не дейді дейсің? Сіз 6 ай кешіктіңіз дейді. Түсініңіз ба? 6 ай кешіктіңіз дейді жаңағы әйелге. Ол деген сөз бала шыр етіп өмірге келгеннен бастап тәрбиеле деген сөз ғой. Әрине ол кезде сіз ақыл айта алмайсыз оған, былай жүр, былай тұр дей алмайсыз. Тәрбиелеу дегеніміз яғни оның уақытылы ұйықтауы, уақытылы тамақтануы деген сияқты. Содан бастап. Иә, сол айтқанда 2 айлық па? Демек сіз 2 ай кешіктіңіз, тәрбиеңіз бастау керек. Яғни өмірге бейім болу керек. Яғни ол баланың өз үшін да ол. Ата-ананың да түгі кетпейді, мұғалімнің де түгі кетпейді. Екі ортада қиналатын бала. Тағы сұрағың бар ма? Неше сұрақ дайындадың? Соңғысы. Азирені нені айтып кетесіз ба? Енді осы жерде өзіңіз отбасыңыз жайында бір айтып өтіңіз. Отбасыңыздың сізге деген қолдауы, отбасыңызға деген махаббатыңызды қалай жеткізер едіңіз? Немере тәтті ма, бала тәтті ма? Осы сұрақты біліп алғым келіп отыр ғой. Әжелерге, нелерге көп қояды да. Немере тәтті ма, бала тәтті ма? Негізі отбасым жайында Аллаға сансыз шүкірлер болсын деп мақтанышпен айталым. Мақтанышпен. Өйткені балаларына қарағандардың өзі де көрінесе таныстарымыз болсын, туыстарымыз болсын, көз тимесін өте тәрбиелі деп. Ол біріншіден ата-ананың дұғасы, әрине
дұға жасаймыз. Білімді, тәрбиелі, сайлықалы ұрпақ бер деп Алладан дұға жасаймыз. Мысалы, олардың амандығын, тек қана амандығын емес, олардың білімді, иманды болып өскеніне дұға жасаймыз, мысалы. Және бірден бір жетістікке жетуімнің де көбінесе осы отбасымның қолдауы болды деп айта аламын. Әуелі Алла, одан кейін отбасымның қолдауы. Дұрыс па? Өзің де келгелі көріп жатырсың ғой. Отбасымның қолдауы. Үнемі қолдауда. Қандай, мысалы, осы жасқа келгенде не деген, мысалы, компьютермен жұмыс жасау болсын, не деген программаларды үйренуім, бәрі мысалы отбасымның қолдауы. Жұмыстан шаршап келу, жұмыстан апарып тастау, алып келу, тіптен соған дейін отбасымның қолдауы. Яғни отбасымның қолдауының арқасында шүкір Алла, бақытты анамын, атамның қолдауының арқасында бақытты әйелмін, Аллаға шүкір, Аллаға сан шүкірлер болсын. Алла ұлды да берген Алла, қызды да берген Алла, Алла солардың өмірін берсін. Яғни иманды тәрбиелі болып, жандай білімді азамат болып, сондай иманды азамат болып өсуін Алланың өзі реттесін деймін. Және отбасым бақытты, бұдан да бақыттын көргім келеді. Әрине немере тәтті, ол жандай мысалы тұрмыс құрып бастаған күннен бастап Алла салиқалы ұрпақ бер, ұлым мен келініме салиқалы ұрпақ бер, өссін өнсін деп дұға жасадық. Әрине ол жалғыздық тек Аллаға жарасқан. Отбасы болғаннан кейін уже ұрпақ сүю керек. Ұл болсын, қыз болсын, Алла ұрпақ сүюіміз керек. Сол себептен немере әрине тәтті. Жаңағы кейде өзіңе де айтамын ғой, жаңағы қашан апам келді деп қашан алдымнан жүгіріп шығады деген сияқты. Әрине қыздан немере бар, бір-бірінен өткен шекер, Әмина Ғабит қызы менен Назым Ғабит қызы деген шырын шекер немерелерім бар, жен немерелерім. Қыздан енді ұлдан алғашқысы, Құдай қаласа, енді бұларға айтып жатырмын ғой, 13-шісін атын өздерің қоясыңдар да. Сол үшін балалы шағалы болуын барлық тұрмыс құрған жастарға барлығына тілерім. Өсіп, өніп, бақытты ғұмыр кешсін, заманымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын, жандай тосын апаттардан Алла сақтасын. Аллаға шүкір деп айтуымызға болады. Көрші мемлекеттердің қаншасында қандай жағдайлар болып жатыр, бірақ біздің еліміз тыныш. Осы тыныштығымыз ұзағынан болсын, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, балапандарымыздың болашағы тыныш, көңілді, алаңсыз, жарқын болашақ болсын. Бітті ме сұрағыңыз? Бітті. Сұрағыңыз көп екен. Әрине сұрақ қойғым келеді деп келінім осындай өтініш жасады, бірақ қандай сұрақ екенін де айтпады, тосыннан шынайы шықсын деп. Енді бұндай видеоға келісім берген себебім бірден бірі, мүмкін аудиториямда осы сұрақтар, осындай сұрақ алғысы келетінде, мүмкін ата-аналарым бар шығар деген ойменен келістім. Әрине келінім айтты, видеоны түсірдім деген мақсат емес, әрине ода да бір мақсатым болды. Яғни қойылып отырған сұрақтарға беріп жатырған жауаптар мүмкін кейбір ата-аналардың да көкейінде жүрген жауаптар шығар, сұрақтар шығар деген ойменен осындай видео жасауға келісім бердім. Келініме, яғни келінім қазір сұрақ қойып отырған сұрағын дайындап алып, қандай сұрақ екенін айтпай-ақ қояйыншы, шынайы шықсын дейді. Өйткені қанша Аллаға шүкір, қазір 11 мыңнан астам оқырманым бар екен. Барлығыңызға рахметімді айтамын. Сонша оқырман. Әрине бала шағамда көбінесе айтып отырады, публикация салыңыз, сториске шығыңыз. Сонша оқырман белгілі бір үмітпен жазылып отыр, тіркеліп отыр, мүмкін бір сұрақтар бойынша тіркеліп жатырған шығар деген сияқты. Олардың алдындағы әрине жауапкершілігімді сезінуді де ұмытпауым керек. Енді оған айып етпейсіздер. Алдағы уақытта кішкене енді осылай отбасым қолдап отыр. Негізі сториске, публикацияға шығыңыз, сонша адам алдында бәрі жауапкершілігіміз бар деген сияқты. Мен әрине ондай жүргізуге өте былайша айтқанда не мое ол. Мен оны жүргіземін деп айта алмаймын. Өздері жүргізетін болып уәде беріп отыр. Келінім өзі жүргізетін болып уәде беріп отыр. Сол үшін стористерде кейде кішкене дұрыс болмай қалса, қызық болмай қалса, айып етпейсіздер, ол менің кінәм емес, ол менің келінімнің кінәсі. Қызықтырып тұрамын. Арасында өзім оқушыларымды түсіріп тұрам, оқушыларымның қылықтарын, жұмыстарын салып тұрам, бірақ негізі
Енді келінім уәде беріп жатыр. Қазір енді кішкентай менен үйде бос отыр. Негізі өзі студент, бірақ 3-ші курсты аяқтап жатырмыз. Аллаға шүкір, тоже педагог. Ағылшын түркішеге оқып жатыр. Аллаға сан шүкірлер болсын. Жоғары стипендияға оқып жатыр онлайн. Жоғары стипендият келінім. Аллаға сан шүкірлер болсын. Тек білімді болсын, иманды болсын. Қазақшалап айтқанда Алла адалынан берсін. Қызмет адал болсын. Өйткені дұғамыздың өзі бастысы сол. Бәріңізге осындай адал келін бұйырсын. Көргенде қуанып, сағынып келетін келін бұйырсын. Сіздерді үнемі қолдайтын отбасыңыз болсын. Өсіңіздер, өніңіздер, Айзередей тәтті шырын менің немерем сияқты немереңізден топ менен, жұп менен бола берсін. Егізден 8 бола берсін. Барыңыз амандықта болыңыздар. Мүмкін аяқтармыз енді. Сен мені қинап отырсыз қойдың ғой, қатырдың ғой. Бірақ 10 сұрақ болғанмен беретін едім деген сияқты. Камера қарап. Қойшы, вообще қойып кетті.